Так, достар, бәріне сәлем, қазір Так, достар, короче, бәріне сәлем. Қазір біз деген челлендж орындаймыз. Типа, қазір қандай оружие маған бірінші түседі, сонымен до конца каткада ойнау керекпін. И топ-1 алам деп айтпай қояйын, потому что білмеймін енді оружие қандай түседі оған. Кеттік рейтинг. Давай соло кете берейін, да? Білмеймін, осындай челлендж түсіретіндер всегда соло ойнайды. Сосын мен де өзімше соло ойнайын деп тұрмын. Хотя мен вообще соло ойнамайтын адаммын, серьезно. Мен ішім пысады жаман солода, ішім пысады отрядсыз ойнаған қызық емес та. Білмеймін, негізі вообще ойнамайтын адаммын соло. Но по идее, өз-өзімен сөйлесіп отырсам, вау, 3-ші орында не деген красавица тұр. Честно, тащерка дейсің ғой. Ладно, тащерка демей қояйын, но красавица, да. Өтірік айтамын. Все. Короче, не айтып аттым мен? Мен топ-3-ті айтып аттым ғой. Не деген красавица деп қайттан келсе не? Все, короче, неше рет айттым все деп. О, кстати, АВМ. АВМ-мен жестко ойнап қоямыз ғой біз. Жестко ойнап қоямыз. Татыш, қашпай тұрады, пожалуйста, брат. Басына көзең сияқты. Ну, не істеп жүр? Бұлай тұрш, анам көздеп атайын да. Татырш, ё-моё, не деген. Суман нетіп жүр, ну, қуама. Кетші бар. По идее. Мен қазір бірінші өлетін сияқтымын ғой. Оружие таппай тұрып. Сияқты емес, леди, сен шынымен бірінші өлесің. Давайте, обсерваторияға кетейік. Крыса дейсің ғой. Жоқ, крыса емеспін мен. Просто әдем бұп тұр да, обсерватория өзіне тартып тұрма, бірдеме. Не деген, күшті сылтау мынау, молодец. Дарья, менде сокол жоқ. Пингвин бар, туп беретін қазір стенканы. Ой, лиса. Блин. Ну, короче, пингвин навыгы тұр да. Бір адам. 2 адам жүр. 3 адам жүр. Ема, кетіндер, ё-моё. Бісміллә деп оружие іздейді. Киборг, убийца. Ойбай, адам тұр ана жақта. Атпа тұр, көрдім мен сені. Плазма, серьезно, блин. Неге осымен жолым болмайды? Тағы бір оружие керек. Короче, қасына тағы бір оружие қосуға болады, если что. Ема, плазма деген қате емес па? Меніңше қате сияқты. Тұр. Блин. Короче, мына дубль болған жоқ, если что, да? Мынаны көрген жоқсыңдар, в общем, сендер, я? Короче, басынан бастау керек по. Блин. О, бір задание орындағанмын ба? Мен не бітірдім на каткада? Играть, ойбай, ойын болған жоқ қой. В общем, достар, біз қазір рейтингқа кіреміз. Соло и топ-1 аламыз айтпай қойын деп қайттан бастасаң. Короче, кеттік түсіндіңдер ғой. В общем, білмей қойыншы, пожалуйста, по-братски, Карена. Бүгін ақ жолым бола салшыншы, пожалуйста. Ұят екен ғой мынау. Осы ютубты қарайсың, любой адам, любой ютубер күшті орындап кетеді, осындай челленджда бар ғой. Маған келгенде жоқ, осындай плазма түседі, и то плазманың өзінде атып үлгермей өліп қалам. Короче, леди, сен тоқалдан туылдың, просто мойындай сал. Блин. Азаммен ойнадық дейсің ғой. В общем, люди, біз қазір азаммен ойнаймыз. Обсерватория құры бармайым саған. Керек емес, бәледен аулақ де. Давайте починок онда. Как она есть, починок-то атып тастайық бәрін. Уже адамдар келе. Ема, маған бәрі починок қаратыр ма? Қайтындаршы по-братски. Маған челлендж орындау керек по-братски. Хотя бы 2 адам өлтіріп кетейінші мына челленджда. Короче, қасымда 3 адам жүр. 4 адам. Ой-ой-ой. АНК нормально. АНК нормально. Хотя менде АНК, блин, ближкаға адам жоқ. Баратын. Ближка болса да бармайым беттеріне қарай. Құрсын. Мен ближінде вообще алым қалам ғой. Стоп. МП-40. Ура, Карена, рахмет мені тыңдағанына. Карена услышал меня де. X8 аударайын деп жатырмын ғой. Короче, АНК-мен и МП-40-пен до конца ойнайтын боламыз. Починкаға түскеніміз жақсы болды. Менің жүрегім сезген ғой, сияқты нормально лут бар дегенше. Сосын вот. Кетті, короче, примерно айран іздеп тұрық қой.
мына жерде леди басқалардың көзін айырып тастайтынын білген жоқ. Бірінші өліп жатыр дейсің ғой тағы. Дұрыс айтасың, әпше, бірінші өлесің сен. Ой, аптечка аптечка көрген сияқты едім. Ладно. No, please, no. Please, no. Мне челлендж выполнишь, так что китейшн, пожалуйста. I don't speak in English very good. На, пап, I don't speak in English 50-50. Қай жақтан атты? Жүрегіммен дірілдейді. Көріп қалдым, брат. Біттін сен. Мына адам жүреді ғой, просто шыға қойш, по-братски басында бере қойш. По-братски. Хотя бы ұят болмасын деп 1 кило жасап кетейікші. Мен крыса емеспін. Так что кеттік, бәрін айырамыз. Өлтіріп тастады мына қақпасты. Ой, блин, адамды. Кім өлтіріп тастады? Көрттім. Зажимщик, блин! Долбищ, блин, нафиг! Блин! Давай, өл. То, блин. Ана кетші құрыш. Майды ғой, ёптыш, дігідік. Тым жақсы оружие қолыма түссе, мен ойламадым, оны стикер бататын. Ойнай алмай жатырмын ғой мен. Қазір тағы бір слив болса білмеймін енді. Братский, Карена. Родной, душевно маған күшті оружие топпиш. И какой-то боттарды каткаға тықшы маған. Екінші орындан чоза красотка, де. Ладно. КЗР Анеля дейді. Анеляны тауып алайықшы, кеттік. Подружка. Где подружка? Подружку бери. Со мной кайфовай. Ой. Анеля қайда? Анелямыз қайда біздің? КЗР Анеля дейді. Ешкімді өріп тұра жоқпын. Прикиньте, Анеля жоқ. Подружка болайын десем, вы чё? Чоса? Таппай қойдым ғой. Жердің түбіне кіріп кеткен ба? Каткада тауып аламыз, Анеля, сені. Ну, вообще, починок емес құрысыншы, починогын сен. Обсерваторияға да бармайым. Марс электрикқа кеттік. Бірінші оружие не түседі екен? Бісміллә деп, ал іздейік оружие. Окей, юспа дейді. Арманымдағы. Парафал, нормально. Әйтеуір фамас емес, құдайға шүкір. Мен қасқа обычный оружиеларын өзімен ойнай алмасам, алдыма қазір фамас түссе, это вообще... В смысле? Короче, Аенканы орнына негізі блишка табу керек маған. Братан, сен неге өлмейсің? Потому что леди апан саған зажим жасап тастады, да? Емделіп ал, қазір алдыма айтып келесің. Мен пока что блишка іздеймін, потому что Аенка блишкаға по-любому болмайды никак. Стенка. Жарып рахмет ем. Мен, короче, слишком рискованная мұғы. Ана бала қайда? Или қорқып жібердім ба мана зажиммен? Балабашка, қайдасың? Мына жерде жүрді ғой осы. Подружку бери, со мной кайфовай. Келмеймін, ладно. Ана ішіне кіріп алды ма, может? Может, крыса, который ішіне кіріп алып күтіп отыр. Капец, леди бәрін өзінде көреді. Да, тұр, секрет. Жоқ. Подружку бери. То неге айта берем, бір өлеңді қақсалап. Давайте басқа өлең. Жоқ, керек емес дейсің ғой. Құлағымызда аяқ гүлназ. Окей, да. Машина. Дегел, машина. Бар. Не починокта өмір атыс. Давайте. Көрегніктен атайықшы. Самое безопасное место дейсің. Так, что там? Как там? Кім бар? Тук-тук. Ну, блин, қашпаш по-братски. Ну, по-братски бір күттай бір шанс бар еді килл істеуге. Өстеді ғой енді. Қой стенка. Қойылмай қал стенка, ужас.
бір киллді іздеумен артынан қуып едім, өзім килл бола жаздадым ғой. Шығуға қорқып қалдым ғой, да табу. Бірақ килл істемесем де ұят енді. Ойбай, не істеп жатырмын мен? Капец, зажимщик. Достар, короче, Хогвартс гильдиясына набор ашық, так что давайте кіріңдер. Вот біздің гильдия. Лидері мен. В общем, гильдияға кірсеңдер осы боттарды көресіңдер деймін ба? Достар, әрқайсысын сұрайтын едіңіздер, гильдияға қалай кіруге болады. Вот наконец-то айтамын, гильдияда 15 шақты орын бар. Жаңа гильдия, оған кіру үшін жасыңыз 15 және де каткалардың 100-ден асу керек. Ұлдарға ОС 2, ПВГ 40, қыздарға ОС 1 және де ПВГ 20 болу керек. Осы видеоның описаниясында ВК ссылка бар, группамызға жазылыңыздар және де ішінде постта офицерлеріміздің ВК ссылкасы бар, соларға жазасыздар. Ендеше видеомды көргендеріне рахмет, ұнады деген ойдамын, так что, давайте.